Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет кекстің рецептімен бөлісемін. Дәл менің рецептім бойынша ауызашарға шайға міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осыған 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқа менде үйдің жұмыртқасы. Үйдің жұмыртқасы болса, іші кекстеріңіз әдемі болып, іші сап-сары болып шығады. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жылы сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Енді осыған електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстіне разрыхитель қосамыз. Одан кейін кукурузный крахмал. Кукурузный крахмалдарыңыз болмаса, оны қоспай қосаңыздар да болады. Немесе орнына картофельный крахмал қоссаңыздар да болады. Және ванилин қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей дәл осындай консистенцияда сәл қою болып шығады. Егер сұйық қол істеймін десеңіздер, оның азырақ 200 грамм болып қоссаңыздар болады. Енді осыны формамызға барлығын 2 қасықта толтырмай салып шығамыз. Осы кекстерді 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіз пештеріңіздің түріне қарап, жағдайына қарап пісіресіздер. Барлығын формаға салып болғаннан кейін, мінекей ыдысымыздың астына матамызды қойып, осылай ұрғылап шығыңыздар, сонда барлығы бір келкі болып, әдемі болып піседі. Кекстеріміз дайын, көріп отқандарыңыздай, мінекей формасына жабыспай тұр, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан шығатын кекстер дәмі өте керемет. Ауызашарға міндетті түрде менің рецептімен жасаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.